Молодые офицеры полиции Алматы получили первые погоны. Церемония торжественного вручения состоялась на площадке Центрального государственного музея Республики Казахстан. Тәуелсіздігіміздің бесігі Алматы қаласында осы тарихи ғимараттың ішінде бүгін сіздердің алғашқы офицерлік шендеріңізді тапсыру бекер емес деп ойлаймын. Бұл сіздердің өмірлеріңізде ең бір есте қалатын күндердің бірі. Арстангани Запаров также обозначил примечательность того факта, что церемония вручения погон проходит в главном музее страны, где хранятся важные исторические документы и экспозиции. Ержүрек ағаларымыздың экспозициясы орналасқан, сондықтан осы тарихи сәтсіздердің мәңгілік естеріңізде қалсын. Қазақстан Республикасына қызмет етеді. Ант қабылданды, офицерлік шендеріңізді алдыңыздар. Енді иық тіресіп, біздің халқымыздың тыныштығын, қоғамның бүтіндігін, қала тұрғындарының тыныштығын қорғайтын әріптестеріміздің бірісіз.